Баршаңызға қайырлы күн. Бүгінгі бұл видеода сіздерге кеспенің жасау жолымен бөлісетін боламын. Бір жасағаннан шығатын, сорпада езіліп, немесе ісініп кетпейтін өте керемет рецепттердің бірі. Міндетті түрде видеоны соңына дейін көріңіздер. Кеспе жасау үшін біз ең алдымен 2 жұмыртқаны және де тұзымызды қосып, жақсылап араластырамыз. Тұзымыз еруі қажет. Содан соң келесі кезекте 2 ас қасық сұйық май құйып, тағы да барлығын бір келкі болғанша жақсылап араластырып аламыз. Барлық қоспаны жақсылап араластырып алғаннан соң келесі кезекте ұнымызды салып, қаттылау қамыр илейтін боламыз. Ұнды салған кезде ең алдымен осылай қасықтың немесе шанышқының көмегімен араластыра отырамыз. Содан соң келесі кезекте қолымыздың көмегімен қаттылау етіп қамыр илейміз. Қамырымызды илеп болғаннан соң міндетті түрде бетін жауып 15 минутқа демалдыруға қалдырамыз. 15 минут уақыт өткеннен соң алып, жақсылап үйін қандырып илеп жібереміз дағыны, қамырымызды үлкендеу көлемде жаямыз. Қамырымызды үлкендеу етіп жайып алдық. Менде диаметр 48-50 сантиметрде диаметрде қамыр шықты. Видеода көрсетілгендей етіп орап аламыз дағыны. Қамырымызды өте майдалап, немесе өзіңіздің қалауыңызша кесетін боламыз. Мүлдем жабыспайды, ұнды да көп себудің қажеті жоқ. Бір жасағаннан шығады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Дәл осы рецептпен жасасаңыздар, кеспе көжелеріңіз өте дәмді болып шығады. Қамырларыңыз ісінбейді, және де езіліп кетпейді, өте тамаша өзінің формасын сақтап тұрады. Міне видеода көрсетілгенде де тураған кезде де өте тамаша туралды. Бір-біріне жабыспайды. Міне мұжып-мұжыптап көрсетемін. Жабыспайды, қолға да жабыспайды, өте тамаша болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Егер видео ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басуды және де комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта тағы да көптеген рецепттермен сіздерді қуантатын боламын. Баршаңызға рахмет. Ас болсын.